сұрақтарыңызды қояды. Аты да әдемі екен, мейірім деген. Соған қарағанда өзі де әдемі сияқты. Мейірім деген есімдер өзі бір жақсы жандар болып келеді. Рас қой? Енді осы шарында негіз Балаусахан мен өзім болғам. Осы шар маған өте қатты ұнайды. Ояқтың табиғаты да керемет. Табиғаты керемет болғаннан кейін қыздар да керемет болады. Ояқтыңша. Бір өзі уже андай аурасы сезіліп жатыр. Бір керемет қыз екенінше. Тағы да мейірім сізге үлкен-үлкен рахмет таңдап келгеніңізге. Сіздің үйіңіздегілер қарсы емес, жалпы жобаға, маған? Жоқ, қарсы емес. Сіз бұрыннан бақылап келесіз бе, бұрыннан көресіз бе мені? Иә. Жалпы қандай нақты қасиеттерімді көріп таңдап келдіңіз? Қарапайымды сымбатты жігітсіз, сол үшін сізді таңдап келдім. Рахмет үлкен. Енді ары қарай мен... Нұрдәулет, не болды сізге? Уайымдап қобалжып отырмын. Көп шықпағалы ма, Балаусахан? Балаусахан, өзім қойып жіберейін. Қайырлы күн, қош келдіңіз, мейірім. Бәсе неге бағана сіз ерекше үміткер дедіңіз ғой, сол кезде неге ерекше деп аты мейірім екен ғой бұл кісі? Иә. Сол үшін ерекше екен ғой. Мейірім және де Қырғызстаннан келіп отыр, сол үшін ерекше болып тұр ғой сол. Мейірім, қош келдіңіз, қуаныштымыз көргенімізге. Шынымен мейірімге маңайыңызды бөлек келіп отырғаныңыз көрініп тұр. Мейірім деп айтып қоймадық қой, мейірім деп. Не ғой, өткеніңіз айтып кетесіз ба? Бұрындары ара-қатынаста болғансыз ба, тұрмыста болғансыз ба дегенсе, немесе қашан ара-қатынаста болдыңыз соңғы рет? Мейірім. Иә, бұрын тұрмыста болғам, ажырасып кеткем. Балаңыз жоқ па? Балам бар. Қаншада? Жасы 5-те. Не себепті ажырасу болды? Ажырасу, бір ай өмір сүрдік, сосын ажырасып кеттік, басқа үйленіп алды. Сізбен бірге тұрып жат басқа адам үйленіп кетті ма, или? Иә. Ал заңды түрде неке болып, заңды түрде ажырасып кеттіңіздер ме? Бірақ бір ай ғана созылды, бір ай ғана? Иә. Өкінішті әрине. Ал қазір сізде ұл немесе қыз? Ұл. Ұлыңыз бар? 5 жаста, Иә. Уайымдамаңыз, барлығы дұрыс, барлығы жақсы. Рахмет. Ал ұлыңыз қазір қайда? Ұлым қазір мамам қарайды. Өзіңіздің анаңыз қарап отыр, Өзім анам. Ал Алматыда сіз жалпы көшіп осында тұрасыз ба, әлде арнайы келдіңіз? Алматыға арнайы келдім, мен өзім арнайы келдім. Иә. Көп рахмет. Балаусахан. Перизат. Саламатсыз ба, Мейірім, қош келдіңіз, өте әдемі қыз екенсіз. Уайымдамаңыз, бұл жерде барлық қатысушылар өте жақсы. Сіз өте жақсы бір әр азаматын таңдап келдіңіз. Тек қана бары жақсы болса, бақыт қалаймын. Уайымдамаңыз. Егер де бары жақсы болып жатса, сіз Нұрдәулетке тұрмысқа шықсаңыз, Алматыда, Қазақстанға тұрғанға қалай қарайсыз? Егер де Нұрдәулет мені ұнатып, тұрмысқа шығып қалсам, осы жерде тұра берем. Балаусаханым бар? Аяқтаңыз сұрағыңызды. Перизат. Потом. Кейін айтасыз ба, жақсы. Тимур. Саламатсыз ба, Мейірім, қош келдіңіз. Нұрдәулеттен таңдап көріп келген шығарсыз бұрынғы ара-қатынас туралы. Тоже қырғыз қызбен ара-қатынаста болған адам, отбасылы болған. Соған көзқарасыңыз, ойыңыз қалай, өзіңіздің пікіріңізді айтып жүрсеңіз сол жөнінде. Иә, көргем, көзқарасым дұрыс, жаман көзқарас жоқ менде. Сосын да бір сұрағым, мен 5 жасар баламыз бар деп қалдыңыз. Ертеңгі күні тұрмысқа шығып жатсаңыз, балаңыз өзіңізбен бірге бола ма, әлде ата-анаңызда қала ма? Балам ата-анамда қалады ғой. Сіздің қазақшаңыз өте жақсы екен. Кәдімгідей түсінікті. Ал сіз қайдан үйрендіңіз? Әлде біреулер бар ма үйретіп жүрген? Мен негізі кішкентайымдан Шымкентте үлкен болғам ғой. Шымкентте көп? Иә, Шымкентте сол. Өстіңіз, Шымкентте өстіңіз сонда? Содан кейін қазақшаңыз керемет, судай болып тұр енді. Сол үшін жақсы сөйлей аламын. Иә. Перизат, есіңізге түсті ма, аяқтаңыз? Иә. Нұрдәулеттің талабы бар еді ғой, үйленбеген 18-20 жастағы қыз деп. Бірақ Мейірім ажырасқан қыз екен, қалай қарайсыз? Баласыны қабыл алуға даярсыз ба деп айтқым келеді. Ондай талап басында келген кезде болды. Одан кейін маған ажырасқан қыз да келді, баласы бар да келді. Ол кезде танысып көрдік. Ары қарай енді ол адам сезіміне байланысты ғой.
иә балауса ханым, саламатсыз, қайырлы күн. Мейірім, қош келдіңіз. Өте сондай сұлу сымбатты қыз екенсіз. Уайымдамаңыз. Енді мен сұрағым болып тұр, балауса ханым, кішкентайымнан Шымкентте өстім деп жатыр ғой. Бірақ та экс жұбайыңыз, экс күйеуіңіз шымкенттік емес пе случайно? Жоқ, қырғыз. Қырғыз, иә? Болды. Саида. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Я хотела спросить, Нұрдәулеттің бұрынғы қарым-қатынасы, таныстығы қызғаншылықтан бітті. Соған сіз қызғаншақ па или нет? Соны сұрағым келеді. Мен негізі қызғаншақ емеспін. Балауса ханым. Негізі бұрынғы қарым-қатынасым қызғаншылықтан біткен жоқ. Қызғанудан біткен жоқ, басқа бір себептермен біткен. Иә, балауса ханым соны айта кетсем. Бибинурмен қызғаныш үшін. Бинурамен айтып жатсыз ба? Бинурамен мен андай үлкен бір отношение болды деп айта алмаймын. Өйткені біз таныстық, просто таныстық болды да. Ол тек қана қызғаныш емес, просто адам ешқандай ашылу болмағаннан, ешқандай прогресс болмағаннан кейін уже қыздың да уақытын алмайын деп мен сол жерін тоқтатқан болатынмын. Сосын балауса ханым, балаңыз, егер сіздерде бәрі жақсы болса, балаңыз сізден бірге тұра ма или... Енді бағанан бері Бинурды да айтып қалып жатсыздар ғой. Негізі Нұрдәулет алдыңғы 18 жасар қызды да қатырмады, сізді де қатырады деп ойламаймын. Енді бұл кісі алдында боксқа кеткеннен кейін алдыңғы ара қатынасын тоқтатқан болатын. Енді келесіде бұл кісі ертең білмеймін, магазинге шығып кетіп па, или бір баса қалаға кетіп қалып жатса, сізді қалдырып кетеді деген ой туындамай ма? Содан қорықпайсыз ба? Ажырасқан қыздар да келді деп айтып жатыр ғой. Бірақтан да ер азаматтар негізі бір принципін қатты ұстанады ғой. Сондықтан да мен ойламаймын бұл қызды қабылдайды немесе ары қарай отношениялары өрбиді деп. Аделя, сіздің айтып отырғаныңыз, Қырғызстанға кетіп қалды ғой деп тұрсыз ғой өткен жолы. Содан кейін келгеннен кейін қарым-қатынасы тоқтады деп тұрсыз ба? Соны айтып тұрсыз ғой. Иә. Оған қатысы бар ма қарым-қатынасыңыздың тоқтауының? Қырғызстанға барудың? Иә. Жоқ, оған ешқандай қатысы жоқ, балауса ханым. Енді бұл өмірде балауса ханым жаман адам жоқ. Барлық адам жақсы, енді жаңа айтып жатыр ғой, жақсы қызды да қатырмады деген сияқты қапшы. Адамның барлығы деңгейлері бірдей негізші. Просто болады бір качестволар болады, адамның қасиеттері болады, ұнамай қалған жерлер болады. Әркімнің өзінің ішінде де ол нәрсеші. Сондай нәрсе болды. Просто Бинур екеуміздің ара қатынасымызда ары қарай өрбітуге де болатын еді. Адамды жақын тани келе, уже түсінесің, жоқ, мен бұмен ары қарай жалғастыра алмайды екем деген сияқты. Сол себепті тоқтаған. Нұрдәулет жақсы дамыды, жақсы дамып келе жатыр, жақсы қыз болды, сенің ығыңа қарай жығылды, жақсы кездесулер істедіңдер, бірақтан боксқа кетем деп сен соны сылтауратып кетіп отырсың да, келесіде де сылтауратпайтынына кім кепіл деп мен соны айтып отырмын. Жоқ, мен ештеңе сылтауратпаймын, егер бар нәрсені бар деп айтам, жоқ нәрсені жоқ деп айтамын ғой. Балауса ханым айтыңыз. Шолпан. Мейірім ханым, қош келдіңіз. Мен мына жерде балауса ханым сұрағым келіп тұр да. Осы Қырғызстанның қыздарын бәрі біздің қазақтың қыздарына құмар екен деймін да. Жігіттер, кешіресіздер, Қырғызстанның қыздарын бар, осы біздің қазақтың жігіттеріне құмар екен деп жатырмын ғой. Енді бөлгендік емес, негізі мен сұрағым келіп тұрғаны сізге, Мейірім ханым, сіздерде неше жастан бастап қыз отырып қалған болып саналады? Себебі осы 25 жастан асқан қыздардың көбісі жаппай біз жаққа келе жатқанына қарағанда, ойлап жатқаным ғой, сіздерде сол жас мәселесі қатты бір мәселе ма деп. Қызық екенсіз, енді жалғыз Қырғызстаннан келіп жатқан жоқ қой қыздар. Әртүрлі жақтан қыздар келіп жатыр, жігіттер келіп жатыр. Және ол нақты бір жерге байланысты емес. Қазақтың жігіттерін тек қырғыздың қыздары жақсы көріп тұр деген сөз менің ойымша қисынға келмейтін сияқты. Мен Аделияның ойында қалып кеттім да, негізі ше, шынымен де Нұрдәулет негізі бұрынғы отношениесінде айтқан болатын тоже. Мен әйел адамның қолдауынсыз бір іс бастауым қиын деп. Және де айтқым келеді, осы Бинурды негізі осы жерге сұңғақ бойлы, әдемі қызды шақырып алды да, өзінің бір бизнесін дамыту мақсатында жасаған болатын. Мен сөйтіп ойлаймын, өзімнің ойым. Және де мен сізге қоя кететін сұрағым, сіз өзіңіздің балаңызға әке іздеп келдіңіз ба, или жар іздеп келдіңіз ба? Балауса ханым. Жоқ, мен жауап берейінші балауса ханым. Сендер не естіп отырсыңдар, жаңа айтты ғой. Егер бәрі жақсы болып жатса, балам ата-анамның қолында қалады деп отыр ғой. Сонда екеуміз бірге тұрайын деп отыр. Мен тікелей осы кісіге сұрақты қойдым. Және де
Жоқ, енді дұрыстап тыңдап отырсаңдар ондай сұрақ қоймайсыңдар да, просто ше. Жігіттер тыңдап отырайық, сосын енді бұл не сұрақ? Сіз балаңызға әке іздеп келдіңіз бе, әлде өзіңізге жар? Екеуі бір адам болсын, дұрыс адам болсын дегендей мақсатпен оймен келеді деп ойлаймын. Ешкім маған балам әке болса болды, маған күйеу керек емес деп келмейді. Нақты ондай жауап болмайды, сондықтан оны қалай қоясыздар сұрақты? Ақерке. Мына жерде Аделяға айтайыншы, егерде өзінің настроениясы болмаса, мына жерде негативінді шашу қажеті жоқ. Себебі Нұрдәулетте басынан бастап айтып жатыр, қатып қалған талап жоқ деп. Егер де мысалға мына жерде Бинурға қатысты, я мүмкін ол талабына сай келген шығар, 18-дегі тұрмысқа шықпаған қыз, бірақ та ішінде ешқандай сезім оянбаса, ол мысалға айта алмайды ғой, мен онымен жалғастырам деген сияқты. Осы жерде әп-әдемі қыз, және де көрікті бір-біріне сай келетін сияқты. Осылай тиісудің қажет деп ойлаймын. Ақерке, мен ешкімге тиісіп отырған жоқпын, настроениеме де барлығы жақсы. Бірақтан да енді ортаға шыққаннан кейін бұл нәрселердің барлығы ашылу керек. Сіздер де ортаға шыққан кезде, Нұржан, мен сіздердің де экс жұбайыңыз туралы ортаға темалар, тақырыптар шыққан болатын, және де бұда тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлаймын мен. Нұрдәулет, бәлкім шымылдықты ашып аламыз. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby.